Бүгін 1 маусым балаларды қорғау күні. Бұл бүкіл әлемге ортақ санаулы мерекелердің бірі. Жаздың алғашқы айы ең бір жайдары мерекемен басталады. Бүгін балаларды қорғау күні. Сіз бен біздің үйімізде құлдыраңдап жүрген құлыншақтарымыздың мерекесі. Балаларды қорғау күні дегенде ең алдымен баланың өмірі мен құқықтарын, пікірі мен бостандығын қорғау. Бүгін әлемнің барлық елі халықаралық балаларды қорғау күні мерекесін кең көлемде атап өтуде. Бүкіл әлемде 1 маусым балаларды қорғау күні ретінде аталып өтіп, халықаралық мейрамдардың бірі болып саналады. Балаларды қорғау дегеніміз әрбір сәбидің тыныштығын қорғау, тәтті ұйқысын бұзбау, алаңсыз күлкісін тоқтатпау деген сөз. Бұлтсыз күн, ашық аспандай, нұрын шашқан күн сәулесіндей біздің балаларымыз бейбіт өмір сүрсе екен, олардың жүректерін қайғы мұң шалмаса екен деген тілегім бар. Баршамызды бала тілмен бауырайтын, бала деген бір бақыт қой самғайтын. Ата-ананың арманы мен тілегін бала емес пе, бал бұлақтан жылғайтын. Сүйкімді періштелер сендерсің, қандай бейне өздеріңе тең келсін. Данышпанда, ғарышкерде ғаламда, ең алдымен балалықта меңгерсін. Мерекелерің құтты болсын, балалар. Сәлем достар, мен Танир Бергенова Ай Армановна, Түркістан облысы Ордабасы ауданы Шұбар елді мекенінің тұрғынымын. Міне биыл кітапхана оқырманы болғаныма 8 жыл толыпты. Осы 8 жылдың ішінде көптеген кітаптар оқыдым. Көптеген өзіме керекті мәліметтердің бәрін ала алдым. Кітапхана ол менің екінші үйім болды. Және де Әсем Ешмұрат апаймен бірге көптеген жетістіктерге жеттік. Кітапхана арқылы мен өз шығармашылығымды, сахна мәдениетімді дамыттым. Мен кітапхананы өте қатты жақсы көремін. Кітапхана ол білімнің ордасы. Кітапхана ол сахнаға, мәдениетке, шығармашылыққа дамытатын орта. Кітапхана ол ерекше орын. Кітапхананы қадірлейік, құрметтейік және де көптеп барайық.